Қарым-қатынас бұл табыс пен өмірлік мақсаттарды іске асыруға жетелейтін негізгі құрал. Адамдармен жақсы тіл табыса білу жетістікке жетудің кілті болып табылады. Назарларыңызға Дейл Карнегидің кез келген адаммен қалай тез тіл табысу керек жолдарын ұсынамыз. Өзгелерді тыңдай білу. Адамды тыңдаудың не қиындығы бар деп ойлауымыз мүмкін. Ақиқатында бұл оңай шаруа емес екен. Тыңдай білмейтін адам тек өзінің ғана ойын бағалайды, ал өзгенің ойына мән бермейді деп танылған. Олай болса, ондай адам еш уақытта өзгелермен әңгіме дүкен құра алмайды. Тіпті қарапайым ғана қарым-қатынас жасай білмейді. Тыңдай білу деген сөз үнсіз басты шұлғи беру, немесе тұйықтанып қалу емес, жай ғана әңгіме айтып отырған адамның сөзін бөлмей тыңдау. Негізінде тыңдай білу көрегенділік, әдептіліктің көрсеткіші. Алайда, егер әңгіменің желісі көңіліңізге қонбай жатса, оны ол адамға білдірудің ешқандай да әбестігі жоқ. Қызығушылық таныта білу. Кез келген адам өз саласын жақсы көреді және өзі білетін нәрсе туралы ғана сөз қозғағанды ұнатады. Себебі сырт көзге ақылды болып көріну көп адам үшін маңызды. Мысалы, гуманитарлық салада білім алатын жігіттерге спорт жайлы тақырып қызық емес болуы мүмкін. Сұхбаттасушыңызға қызығушылық танытыңыз. Ол қуана жауап беретін сұрақтар қойыңыз. Оның өзі туралы және ол үшін маңызды нәрселер туралы әңгімесін тыңдаңыз. Оған сөйлесуге мүмкіндік бергеннен кейін әңгімені өзіңіз қалаған бағытқа бұруға болады. Бірақ әңгімелесушінің қызығушылығында болуға тырысыңыз. Критикадан аулақ болу. Егер жолдасыңыздың пікірі сіздікімен сәйкес келмесе, оны бірден сынауға асықпаңыз. Әңгімелесуші ияде жауап беретіндей сұрақ қойып, оның ойын тыңдаңыз. Сіздің пікірмен келіспесе, оған өз дұрыстығыңызды түсіндіру үшін дауыс көтеріп, кемсітудің ешқандай да қажеті жоқ. Ол арқылы сіз одан әрі адамдарды өзіңізден алшақтатасыз. Егер де қандай жағдай болмасын, оның қателігін түзегіңіз келсе, оның бұл ойы бір жағынан дұрыс екенін айта отырып, оған жіберілген қателікті көрсетуіңіз керек. Адамға өзін маңызды екенін сезіндіру. Сіз басқарушысыз және жұмысшыңыз барлық тапсырманы мінсіз орындаған қалайсыз ба? Ол адамға оның компания үшін маңызды қызметкер екенін, өз ісінің білікті маманы екенін түсіндіру қажет. Әрбір адам өзі туралы мақтау сөздерді естігенде, кез келген қойылған тапсырмаларды орындау барысында көбірек жұмыс істейтін болады. Өзіңді өзгенің орнына қойып көру. Қандай да бір мәселе туындап, адамды кінәламас бұрын өзіңізге мен оның орнында болсам не істер едім деген сұрақ қойыңыз. Оның жағдайына кіру арқылы сіз проблеманы байыппен шеше отырып, адаммен жақсы қарым-қатынаста қаласыз. Белгілі бір іс-әрекетті қолға алу үшін мәжбүрлеңіз. Әрине, әңгіме қоқан-лоққы немесе күш көрсету туралы емес. Әңгімелесушінің бір нәрсеге қол жеткізуге деген құштарлығын оятып, оны жүзеге асырудың ең оңай жолы белгілі бір әрекеттер арқылы жүзеге асатындығын түсіндіру. Қарапайым мысал. Сіз балаңыздың темекіге құмар екенін байқадыңыз делік. Мұндай жағдайларда көптеген ата-аналар сөзді келесі тіркестермен бастайды. Тағы да көрсем, және тағы басқа. Әдетте мұндай әдістер тиімді болып саналмайды. Балаңызға темекі шегу оның сүйікті спортына кедергі болатындығын және оның 100 метрлік жарыстың нәтижесінде әсер ететіндігін түсіндіріңіз. Ол бәлкім жаттығу кезінде тез шаршап қалып, бүкіл сыныптың алдында күлкіге қалғанын ұнатпайды. Сонымен, Дейл Карнеги ұсынған осы қағидаларды ұстана отырып, сіз адамдармен жақсы қарым-қатынаста бола аласыз. Ісіңізге сәттілік.